Бүгін мен сіздерге 1688-де 1688-дің интерфейстермен таныстыратын боламын. Так, ең бірінші мына бізде басты бетіміз. Осы кіріп тұрған ол бізде мына кнопка. Осыны бассаңыз, осы басты бетіне өтесіздер. Келесі. Мынау бізде видеолар орналасады, жаңағы магазиндердің. Қазір мен көрсетейін, ішіне кіріп. Ішінде жаңағы Reels сияқты, шорт сияқты видеолар осында, қысқа видеолар осында орналасады. Менде дұрыстап тұрған жоқ, міне. Живой отзывтар, видеоға түсіріп, осылай жасайды. Келесі бізде. Так, мынаны өшірейін. Мынау бізде сообщение. Продавецтермен сөйлескен сообщенияларымыз. Үстінен басамын. Менде мында пока сообщение жоқ. Келесі. Дәл сесемінде мынау бізде корзина. Өзіңізге ұнаған заттарды корзинаға салып отырасыздар. Мен үстінен бастым. Так, міне корзинаға салып қойғандар. И осы жерден сіздер мысал ретінде алатын болсаңыздар, қараңыздар. Мұнда кнопка тұр. Так, міне. Мұнда кнопкалар тұр ғой, мыналар. Осының үстінен бассаңыздар. Так, мен басып көрсетейін. Так, басам, мысал ретінде вообще. Так, басылды. Мына бізде жоқ деп тұр. Так. Мына товар жоқ, сондықтан да минус шығып тұр. Так, осыларды аламын да, мына жерде бағасы жазылған, қарасаңыздар. Қанша төлеу керек, соны жазылған. Так, міне. Осы жерде заказ беретін кезде осыны басып аласыздар. Солай. Мына түсінікті деп ойлаймын, да? Осы жерде және де мында плюс минусты басу арқылы жаңағы затты көбейтіп азайтуға болады. Қосып азайтуға болады. Келесі бізде интерфейс ол мынау. Ол менің жеке кабинетім. Жеке кабинетке кіреміз. Бұл жерде сіздердің барлық данныйларыңыз тұрады. Міне жоғары жақта қарасаңыздар. Логиндеріңіз тұрады. Одан кейін мұнда товар заказ берсеңіздер. Мысал ретінде мұнда товар заказ берсеңіздер, осы жерде тұратын болады. Осы жерде тұратын болады. Басты осылай. Сабағым қызық болса, түсінікті болса, интерфейс туралы. Мұнда еще не бар. Настройки бар. Настройкасын былай жылжытамыз мынаны. Не, мен жылжыттым ғой. Осы мен. Так, мынамен кірсеңіздер болады настройкаға. Бұл жерде барлық данныйларыңыз жазылған. Сіздің мекен жайыңыз, банк картасы номері. Банк карта дегенде Алипи бар ғой. Сонымен кіресіздер бұл жерге. Соны тіркелген, тіркелмеген, соны көре аласыздар. Сол егер сабақ түсінікті болса, да келесі сабақта қалай адресті енгіземіз, соны көрсететін боламын.